Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен кабачоктан торт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге видеодағы заттар қажет болады. Ең алдымен кабачокты үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізген кабачогымызды сәл тұздап, жарты сағатқа қойып қоямыз. Өйткені артық сулары шығу керек. Қызанақтарымызды домалақ етіп тураймыз. Көк пияздарымызды да видеодағыдай жіңішке етіп тураймыз. Дайын болды. Ендігі кезекте үккіштен өткізген сарымсағымызды майонезімізге қосып араластырып дайындап қоямыз. Жарты сағатымыз өтті. Мінекей артық сулары бөлініп шықты. Енді осы массаны арнайы дұршылаққа салып, артық суларын толығымен шығарып тастауымыз қажет. Суларын жақсылап шығармасақ, тортымыздың корждары газға пісіргенде бірікпей қалуы мүмкін. Мінекей суы толығымен шықты. Енді осы массамызға 3 жұмыртқа қосамыз. Және де 3 немесе 4 ас қасық ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Массамыз видеодағыдай қою болуы қажет. Дәміне қарай бұрыш және тұз қосамыз. Қызып тұрған табаға майымызды қосып, тортымыздың корждарын пісіреміз. Әр корждың қалыңдығы шамамен 4-5 мм болса жеткілікті. Коржымыздың бірінші беті піскен соң, екінші жағын аударып пісіреміз. Бізде 3 орташа кабачоктан 4 корж шықты. Енді осы коржымызды тәрелкеге қойып, бетіне майонезін жағамыз. Майонезін жағып болған соң, дәл видеодағыдай қызанақтың 4-5 бөлігін әсемдеп қойып шығамыз. Бетіне екінші коржын қойып, тура солай етіп қайталап шығатын боламыз. Барлық корждарымыздың арасына майонезін жағып қойып шықтық. Енді домалақ етіп туралған қызанақтармен әсемдеп шықсаңыздар болады. Мен өз қалауымша майда етіп туралған көк пияздармен әсемдедім. Сіздер ақ желкен немесе аскөк пайдалансаңыздар болады. Кабачоктан жасалған тортымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.